Сәлеметсіңдерме? Бүгінгі мүсін сабағымызда шығармашылық жұмыс Қазақстанның халық тақырыбына арналған жануар мен адамның бедер мүсінін орындаймыз. Ал ендеше Қазақстанды қандай жануарлар мекен етеді екен? Қазақстанның кең байтақ жері мен әсем табиғатында көптеген түрлі жануарлар мен құстар мекен етеді. Жер қыртысына байланысты тау жануарлары, дала жануарлары болып бөлінеді. Әрине, Қазақстанда мекендеген жануарлардың ішінде қызыл кітапқа енген сирек кездесетін жануарлар да бар екен. Мысалға, қар барысын немесе тауда мекендеген барысты айтамыз. Бұл ирбис немесе элбис деп те атайды. Ол тауда мекендейтін жыртқыш жануарлардың қатарына жатады. Сондай-ақ орманды дала, шөл мен шөлейт, үстірт жерінде мекендейтін жануарларды да білеміз. Енді бейнелеу үшін жануарларды қандай жер бедерінде болатынын білуіміз керек. Яғни сол жердің мекеніне байланысты жануарлар өмір сүреді. Әрі қарай жануарлардың жыртқышта түрлері болады. Бұл адамға шабуыл жасауы да мүмкін. Ал кей жағдайда адамның қамқорына ие жануарлар кездеседі. Осының барлығын ескере отырып, адам мен жануардың байланысын бірегейлеп бір композиция жасауымыз керек. Шығарманың алдында сюжетте не болатын кірістірейік. Сіз қандай жануарды бейнелегіңіз келеді және Қазақстанның қай мекенінде бейнелегіңіз келеді? Дала жануарларымен қатар көшпелі тұрмыстың төрт түліктің біреуін бейнелеуімізге болады. Менің жоспарымда тау бөктерінде, тау самалында, сыбызғыда ән ойнап отырған бақташы жас бозбаланы бейнелеймін. Ал бізге қажетті құралдар: А4 қағаз, қарындаш және жай көшіргіш. Алдымен жоба сурет орындап, сюжетті композицияны бейнелейміз.
Мінекей балалар, берілген тапсырмамыздың жоба суреті аяқталды. Бүгін тапсырмамыздың алғашқы сабағын аяқтаймыз. Келесі сабақта кездескенше.